Ассаламу алейкум, өте дәмді венский вафли дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант, ертілген сары май, жұмыртқа, қамыр қопсытқыш және ыстық су мен тұз керек. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына шым-шым тұз қосып, миксермен көпіргенше араластырамыз. Көпіре бастаған соң, қанттың жарты бөлігін қоса отыра, 2 есеге ұлғайғанша, массамыз өз-өзін ұстағанша араластырамыз. Жұмыртқаның сарысына қанттың қалған бөлігін салып, ағарғанша миксермен араластырамыз. Міне массамыз осылай ағарады. Содан соң ыстық су, ертілген сары майды қосып, баяу жылдамдықта біркелкі болғанша араластырамыз. Меренгамызға осы сұйықтықты құямыз. Лопатканың көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң ұнның бір бөлігін електен өткізіп қосып, астан үстіге қарай массамызды басып алмай араластырамыз. Ұнның екінші бөлігін қосамыз және қамыр қопсытқыш қосып, астан үстіге қарай араластырамыз. Міне қамырымыз осындай қою болып шығу керек. Енді вафельницамызды жақсылап қыздырамыз да, қамырымызды салып, қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің өте дәмді, үлпілдек венский вафлимыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.